Қайырлы күн баршаңызға, құрметті Атырау халқы, Атырау әуесқой балықшылары және кәсіпқой балықшылары, баршаңызға ассалаумағалейкум. Бұл видео өткендегі теңіз бен жайықтың сағасын қазып атқан арамтамақтарға арналады жалпы. Өздеріңіз білесіздер, осыдан 2-3 жыл бұрын Хайруллин Арман досым екеуміз құрлықта да видео түсірдік. Теңіздің құрғақ біткенін айтып, одан салқын суға да түстік, видео шығардық. Бұл үкіметке үндеу жолдап, осы теңіздің жайықпен қосылатын сағасын қазсын деп тіледік. Айтқан үніміз жөн болды, құптады, ақша бөлінетін болды. Енді міне бөлінгенмен де, дегенмен де мынау қазір қазып атқан компанияларды өткенде өздеріңіз көрдіңіздер, түсірдім. Астраханский жаңағы компания қазып атыр, бір шетін осы Павлодарский речный порт қазып атыр. Шағымдар өте көп келді, балықшылардан көп келді, кәсіпқой балықшылардан. Қазір мынау су келіп атыр. Су келіп атқанның өзінде бұлардың жаңағы тайыз өте қазып атқандары, және де мынау кооперативтердің колоноктары батып қалып жатыр. Амангелді кооперативі бар бұл жерде, жаңа Абылайхан болсын, тағы да басқа колоноктар батып қалып жатыр деп жаңағы айтқан болатын. Бұл енді қазір су келіп атқанның өзінде деңгей өздеріңіз көргендей болды, тобықтан келетін болды. Шыға берісте. Шыны керек, бардық, түсірдік, бірақ дегенмен де көңілден көншітпейді. Бұнау дейтін қазып атқан жұмыстары өте нашар. Тіпті 2 емес 1 дейтін баға беруге болады. Үкіметтен бөлінген ақша миллиардтар қайда кетіп жатыр сонда? Бөлініп тұр ақша, бірақ дегенмен де қайда кетіп жатыр? Сіздер білсеңіздер, біздер мынау Атырауда су келеді деп, Атырау халқы дүрліктіріп, осыншама қаншама бал соғып тастадық. 3 метр, 4 метрге шейін соғып тастадық кейбір жерлерде тіпті. Ал мен барып көргенім, тізеге шейін келеді ана балдар. Техника су жерде жасап атқан. Техниканың жасап атқан су жерде бар. Мен айтайын сіздерге, мынау адамдар жасап тастады өткенде бар ғой. Адамдар бал соғып тастады, мешок қаптап бар ғой. Мен таң қалдым бар ғой. Техникаға бәленбай миллиардтар ақша бөлініп жатыр. Бірақ жасап атқан жұмыстары көрінбейді. Колоноктар батып жатыр. Кәсіпқой балықшылардың тіпті балық таси алмайды, не шыға алмайды, не кіре алмайды. Теңіздің көтерілгенін күтіп тұр да олар. Таң қалдым. Сонда біз осыған жұмыс жасадық па? Осыған ақша бөлінсін деп тіледік па сонда біздер? Қалай қарның ашымайды? Жан ашитын ешкім жоқ қой бұл жерде. Павлодарский речный порттың ертең қазат өтірік алып та таят. Астраханның алып та таят. Неге сонда? Біздер қаламыз ғой. Зардап шегетін кім? Атыраудың балықшылары. Шыға алмайды қайықпен. Балға аулай алмайды. Ал балықшылар семьясын асырап жүрген адамдар. Сол себепті осындай тақырыптар жанымды жегідей батып, кәдімгідей өзім барып түсіргенім. Тобықтан келетін су, сондағы колоноктер шыға алмайды. Ал бұған бәленбай миллиардтар ақша бөлініп жатыр үкіметтен. Айтқан болатын нәтижесі шықты. Сол осы видеодан кейін, осы видеоны администратор президенті қарап, үлкен айқай салып, дау болып, үлкен адамдар шығып, сояққа Астанаға барып, жаңағы осы мәселе бойынша бұны тоқтатыңдар деп айтқан. Шыны керек. Тоқтатса тоқтатты. Астраханский жаңағы компания кетіп қалды техникасын алып. Павлодарский речный порттың тек қана ұзынқұлақтан естуім бойынша 2 зем снаряды қалған дейді жалпы. Енді біз қазсын деп тіледік, бірақ мынандай қазуды біз қаламадық. Бұны ешкім де қаламайды. Бұл бөлініп атқан ақша бізбен сіздің ақшамыз, бюджеттен келіп атқан ақша. Бұл үлкен ақша, миллиардтаған ақша. Бұл сонда біз Атыраудың балықшыларына игі болсын деп қазылып атқан жұмыс пе? Тобықтан келеді, тобықтан. Осындай жалпы нәтижесі бар. Бұл осы сол видеоны түсіргенім жаным ашып түсірдім, шыны керек.
нәтижесі шықты. Қазір ол жерде ешкім қазып атқан жоқ, болып тоқтатып тастады. Енді тек қана мынаған жұмыс жасау керек болып тұр да. Үкіметте ақша бар ғой. Неге тұшо көмектеспейді, мысалы? Неге үлкен компаниялар көмектеспейді? Неге келіп Қытай қазбайды? Неге келіп түрік қазбайды? Олардың техникалары мықты. Сіздерге естеріңізді салып өтейін, бұрын СССР кезінде, баяғыда қазған кезде жаңағы топырақтарын алып, барып, жағаға шығарып таситын болған. Ал бізде олай істеп атқан жоқ. Бізде су жердегі топырақты алып, қасына әкеліп лақтырып атыр. Ал бұл су жерге әкеліп лақтырып атқан топырақтарын теңіздің толқындары әкеліп шайып атыр. Шайып, қайтып бітеп тастап атыр. Бесполезно дейді ана жерде қазу. Бұны айтып атқан Астраханский жаңағы компания. Компанияның өзі айтып атыр. Бұл бесполезно, мен уже қойдым, мен шаршап кеттім дейді. Нәтиже қайда сонда? Нәтиже жоқ. Енді нәтиже болып тұр. Қазба тастау керек қой, су жерде келіспеу керек қой. Бұған үлкен жаңағы баржылар бөлініп, топырақтардың бәрін алып, ана жағаға шығарып, дұрыстап как положено қазу керек қой. Анау колонок дейтін батпайтын нәрсе, оның моторы сондай мощный бар ғой, шығып кетеді любой жерден. Топықтай келетін суға қасқа батып қалып жатыр да. Сол себепті жігіттер, сіздерге өткендегі видеоның нәтижесін айтып отырмын. Үлкен айқай болған жоғардан. Администратор президенті қарап, бұл үлкен айқай жаңа, бұны доғарыңдар, қазбаңдар, керек емес. Енді тек қана қазатын болсақ, енді мен жаңағы өзімнің болғанда жұмыстанамыз. Қазатын болса, басқа компаниялар, түріктің компаниясы, я болмаса жаңағы Қытайдың нелері келіп қасын, сол кезде ғана нәтиже болады. Әйтпесе бұл дейтін көзбояушылық, бұл жатқан көзбояушылық. Бұл жерде ешқандай нәтиже жоқ. Үкіметтің миллиардтаған ақшасы далаға кетіп, дал-дүл болып отыр да бұл жерде. Сол себепті жігіттер, өткендегі видеоға қысқадан нұсқа осындай ақпарат беріп өтіп отқан жайым бар. Енді тек қана дұрыстап қазуға жұмыстанатын боламыз. Баршаңызға ассалаумағалейкум.